Бүгін өте тамаша күн болып тұрды. Сондықтан да біз отбасымызбен табиғатқа демалуға шығайын деп жатырдық. Әкем маған сарайға барып құрал-саймандарды әкел деп жіберді. Мен ескі сарайға кіріп, керек затымды алып тез шығуға тырыстым. Себебі іші лас әрі өте қараңғы болатын. Мен есікті жауып кетіп бара жатырғанда сарайдың ішінен біреу "Есікті аш" деп қаға бастады. Мен мән бермей кетіп бара жатырғанда әлгі адам ашуланып "Есікті аш, әйтпесе тістерінің бәрін жұлып аламын" деді. Мен қорыққанымнан жылап жібердім және бәрін әкеме айтып бердім. Солай екеуміз сарайдың ішін тексеріп шықтық. Ешкім жоқ. Осылай ай сайын осындай дауыстарды әр есікті жапқан сайын естіп жүрдім. Бір қызығы, бұл дауыс тек қана "Есікті аш" деп айтады. Естілген дауыстарға тіпті үйреніп кеттім және осылай бұл нәрсені ешкімге де айтпадым. Ай сайын жалғасып келе жатырған дауыстар бір сәтте сап тыйылды. Енді ай сайын мені ешкім мазалап "Есікті аш" деп айтпайтын болды. Осылай арада 10 жыл өтті. Жасым 20-да. Университетке түсіп, жаңа достар тауып өмір сүріп жүрдім. Бір күні түнде ұйықтап жатырып, әлдекім есікті қағып жатырғанынан оянып кеттім. Бұл жолы ешкім сөйлемеді. Тек есіктің ар жағынан жылап тұрғанын естідім. Тіпті бір емес, бірнеше адам жылап жатырды. Кенеттен біреу қоңырау шалды. Телефонды ұстаған уақытта бір қыз қатты айқайлап жіберді. Олар кім? Оларға мүмкін көмегім керек болар деген ой келді. Бір кезде тып-тыныш болып қалды. Солай мен осы уақытты пайдаланып тездетіп сыртқа шығып кеткім келді. Есікті ашпай тұрып, есіктің көзілдірігін қарағанда сол баяғы өзімнің мектебімді көрдім. Және ішінде партада артқа қарап кітап оқып отырған баланы көрдім. Мен оған "Жалғыз өзің не істеп жүрсің?" деген сұраққа ол маған жауап бермеді. Кенеттен менің тереземді бірнеше адамдар қатты қаға бастады. Мен әлгі балаға "Тез есікті аш, маған бұл жерден шығу керек" деп айқайлай бастадым. Сосын